Әзіз бабаның есімін алған, ғазиз даланың көшін жалғаған, тұмса табиғаты кең алап, таласымен салалап, құндылығын бағалап жатқан Жамбыл ауданына да табан тіредік. Армысыз қырақ көзді көрермен, эфирде Әулие ата әлеуеті бағдарламасы. Сіздермен бірге Думан Мұхаммедқали. Жамбыл ауданының орталығы Аса ауылы. Жуалы, Талас, Байзақ, Рысқұлов аудандарымен және Қырғызстан мемлекетімен шектеседі. 17 округке бөлінген 42 елді мекен бар. 82 мың халық тұрады. 1939 жылдың 14 қазанында Жамбыл облысы оңтүстік Қазақстан облысынан бөлініп шығып, өз алдына жеке облыс болып құрылды. Жамбыл ауданы осы облыстың қарамағында қалды. Ал 1973 жылдан Аса ауылы аудан орталығына айналды. Жамбыл ауданы 50-50 деп айтуға болады. 50% ауыл шаруашылығы, егін шаруашылығымен айналысады, 50% мал шаруашылығымен айналысады. Аудан көлемінде мал шаруашылығы өсіп өркендеуде. Биылғы жылдың өзінде жобада 281 мыңға қой шаруашылығын, 41 мыңға ірі мал шаруашылығын, 17 мыңға жылқы малын жеткіземіз деген жоспарымыз бар. Ол енді жылдың аяғына толыққанды орындалады деген ойдамыз. Егін шаруашылығына келетін болсақ, биылғы жылға 11 мың гектардың үстінде ақ егіс егілді, 5,5 мың гектарға жуық майлы дақылдар егілді, 8 мың гектардың үстіндегі бақша өнімдері егілді. Амангелді мұнай өңдеу зауыты Жамбыл ауданында орналасқан. Зауыттың қуаттылығы жылына 100 мың тонна мұнай өңдей алады. Зауытта 425 адам жұмыс жасайды. Зауыт өнім түрлерін көбейту мақсатында жылына 40 мың тонна жоғары октандық бензин шығаратын тұрақтандыру блогы және сыйымдылығы 4160 тонналық сұйытылған газ сақтау қоймасын салу жобаларын іске асыруда. Жоба құрылысының 60% аяқталған. Завод 18 продукция, 18 шикізат өнім шығарады. Соның ішінде бензин, 92-ші бензин, АИ-80, содан кейін авиациялық керосин, ТС-1, легкий дизель деп айтады бізде. Жаздық және қыстық дизель маркілер отын жанармайларын шығарамыз. Содан кейін мазут марка 100 маркалы мазут шығарамыз. Қазіргі таңда зауыт тарапынан Құмкөл және Шалқар кен орындарынан мұнай шикізатын алуға келісім шартқа тұрған. Алайда шикізат алуға ұзақ мерзімде емес. Қазіргі таңда мұнай өнімдерінің құбылмалы бағасына сәйкес қысқа мерзімді келісім шарттар жасалынған. Зауыттың қазіргі уақыттағы шикізат қоры 1650 тоннаны құрайды. Зауыт келешекте жобаны іске асырған соң блок өнімінен пропан және бутан газдарын өндіруді көздейді. Аса даму жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құс фабрикасы индустриалдық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде аймақтық индустрияландыру картасына енгізілген. Орналасқан жері Жамбыл ауданы Көкқайнар ауылдық округі, Еңбек ауылы. 2014 жылдың наурыз айында құрылған. Жобаның жалпы құны 914 мың теңге. Бұл фабрика бір мезгілде 250 мың бас тауық және 80 мың балапан өсіріп отыр. Мұна құрылғылардан күніне 250 мың жұмыртқа өтеді. Ол өнім Алматы және Жамбыл облысына таратылады. Фабрика жылына 80-85 миллион дана жұмыртқа шығаруға, сондай-ақ 230 тонна ет өндіруге қауқарлы. Біздің құс фабриканың сорттау цехы. Бұл жерде жұмыртқаны біз 6 категорияға сорттаймыз. Сорттаған кезде бұның көлеміне байланысты, размеріне байланысты бізде S1, S2, екінші категория, бірінші категория, отборный деген категориялар ғой, бөлініп өшерде осы цехта сортталады. Негізі Жамбыл облысында бізде технолог, именно технолог дейміз ғой, бізде құс фабрикаға өзіміздің технологтарымыз болады.
қазіргі заманда ветврач, сондай мамандар негізі жеткіліксіз біздің аудан облыста. Сол үшін бізге көбінесе біз сырттан әкелеміз, Алматыдан, Шығыс Қазақстан облысынан келеді. Ағымдағы жылы фабрикаға Ресейдің Кемерово қаласынан 90 мың дана балапан жеткізілген. Тауықтар жылдың 320 күнінде жұмыртқалайды. Тауықтардың өнім беру аралығы 540 күн. Жыл соңына дейін өндіріс көлемі күніне 130-140 мың, ал айына 4,1 миллион жұмыртқаны құрайды деп күтілуде. Бұл фабрика қарқынының үдеп, ел экономикасының дамуына елеулі үлес қосатындығының айқын дәлелі болса керек. Бенун строй деталь құрылыс материалдары және панельді үйлер құрылысы комбинаты аудандағы Бектөбе ауылында орналасқан. Комбинат темір-бетон бұйымдарын, ауыл және су шаруашылығына қажетті каналдар, көпірлер және қабырға панельдерін шығарумен айналысады. Кәсіпорынның құрылған жылы 2010 жыл. Жобаның атауы темір-бетон өнімдерін шығаратын зауыт. Жұмыспен қамтылған адам саны 148 адам. Өндірілген өнім көлемі 2016 жылы 25118 тонна, 2017 жылы 29260 тонна. Бүгінгі таңда панельді тұрғын үйлер шығаратын комбинаттың өнімдеріне тапсырыс берушілермен келісім шарт жасалуда. Оңтүстік Қазақстан облысының ауыл шаруашылығына суландыру жүйесіне арналған темір-бетон өнімдерін шығаруға дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Алғашында су шаруашылығына арналып, оның кейін құрылыс бұйымдары жасалды. Алғашқы кездерде. Одан 2014 жылы германиялық бұйымдар алып, оборудованиялар, столдар алып. Оның кейін тікелей неге көштік? Үлкен панельді үйлердің панельдерін құюға көштік. Жылына 30 мың квадрат үй шығарыламыз. Заводтың мүмкіндігі. Жобаның қуаты жылына 180 мың тонна, немесе тәулігіне 450-500 тонна құрылыс материалын өндіруге мүмкіндігі бар. Мынау ангус, мынау галштейн, мынау ақбас сиыр. Біз дәл қазір бірлік шаруа қожалығындамыз. Бұл шаруа қожалықтың бір уақытта 3000 мал басын бордақылауға мүмкіндігі бар. Бұйылдың өзінде 282 тонна, яғни 1000 бас ірі қараны Өзбекстанға экспорттаған. Ауыл шаруашылығы саласындағы басты мақсат заман ағымына сай келетін өміршең жобаларды жүзеге асыру. Мемлекет аграрлық саланы дамытуға барын салуда. Субсидия бөлу, лизингке техникалар беру шаруалар үшін үлкен көмек. Жамбыл ауданындағы мүйізді ірі қара мен ұсақ мал өсірумен айналысатын бірлік шаруа қожалығының табысты тірлігі осының бір көрінісі. Мына жерде сементалымыз бар, и өзіміздің белі головтарының бәрі бұдан. Мына бәрі сементал. Мына кері ауызымыз бар, жаңа меркенский. Олардың біреуі қанша килограмм етке дейін бере алады? Бұлардың біреуі, мысалы, 500-ге дейін береді, 450-350-ге дейін бұлай қарай береді бұлар. Тұрғанына қарай салмақ. Бізде жаңа кебек деген жоқ. Бізде таза табиғи өніммен бидай, арпа, жүгері, осымен байлап жатыр. 2013 жылы құрылған қожалық ет, сүт бағатында мал ұстауға ден қойған. Жалпы оның иелігінде 1200 бас сиыр, 900 бас ұсақ мал бар. Ірі қараның 143-і сүт бағытында болса, қалғаны ет бағытында екен. Ұсақ малдың ішіндегі мына ерекше қойға көзіміз түсті. Құлағы ұзын, Австралиядан әкелінген қой екен. Бұл 75 килодан 95-100-ге дейін береді салмағы. Жаңағы берген ветврачтың өзінің қағазы бар. Әкесін бұл кеше атарға алып кетті, тұқымдыққа, жаңағы күйекке. Соған кетті. Мынау 6 айлық. Бұдан 12 бас жүр, мына жақта. Мұны құлағы. Бұның ерекшелігі не только құлағында. Бұл құйрығы бұның әшін ешкінің құйрығы сияқты. 20 сантиметрге дейін ғана өседі.
болды. Ата қалған бәрі былай сыпашын. Бірақ етті қой дейсіз. Етті қой, аха. Салмағы сол бұның. Мүйізді ірі қараға арналған сүт фермасы мен мал бордақылау алаңының құрылысын жүргізу мақсатында мемлекеттен 45 миллион, мал алу үшін 33 миллион, фермаға қажетті құрал жабдықтар сатып алуға 48 миллион теңге несиені Қазагро қаржы акционерлік қоғамы арқылы алған. Бізде ең үлкен бірлік шаруа қожалығы 3 мың бастық атқарылмас. Бүгінгі таңда осы ауданның экономикасының өз өркендеуіне өте жоғары деңгейде үлесін қосуда. Осы берілген меженің 110 тонна етті экспорттау болатын болса, соның почти 200 тоннасын осы бірлік шаруа қожалығы өткізіп отыр. Айша бибі тарихта белгілі Қараханның әйелі. Күмбезді сол Қарахан салдырған. Бірақ кесенені салған сәулетші туралы нақты дерек жоқ. Айша бибі анамыздың кесенесі 12-ші ғасырға жататын ескерткіш. Кіреберіс беті мазардың реставрация жасалынып, қалпына келтірілген. Қабырғадағы оюлары да ерекше. Мазардың батыс беті, яғни құбылаға қарап тұрған жағы ешқандай реставрация жасалмаған, сол қалпында сақталған. Кесене пішіні шаршыланып біткен, бағана тіреулер арқылы көтерілген. Сәулет өнерінің батыс жақ қабырға мен бағаналар оюлы ұсақ плиткалармен қапталған. Ортасында құлпытас орнатылған. Айша бибі кесенесінің іргетасынан бастап есептегенде 3,5 метр биіктікте бағаналарға араб әріптерінде жазуы бар белдеу жүргізілген. Солардың бірінде күз, бұлттар, дөңгеленген дүние деген сөздер жазылған. Дәл осындай үлгіде сол кезде өз қолменен өзі осындай кесене соғылған. Сол кезде. Бірақ оның жаңа кесе ой өрнегі 62 түрі болған. 62 тамырын жібітейді, болмаса 62-тен 63 өткенде пайғамбар дүние салғанын өзіміз есептеп қоямыз солай деп. Бірақ ол ішіне құрамына не қосқаны әлі табылмай жатыр. Өйткені біреу айтады жылқының сүті, ешкінің қылы дейді, болмаса түйенің шудасы, сүті дейді. Бірақ әлі толық табылған жоқ онысы. Әлі тексерілуде. Бабажы қатын кесенесі 10-11 ғасырлардан сақталған сәулет өнер ескерткіші. Айша бибі мазары жанында орналасқан. Аңыз бойынша ол әйел Айшаның қамқоршысы болып, сапарларында еріп жүрген. Айша қайтыс болған соң оның мазарының шырақшысы болған. Текше тәрізі тік бұрышта қызыл кірпіштен тұрғызылған ескерткіштің қасбеті мен екі қапталы бір-біріне ұқсас. Мәнерлеп қаланған кірпіштен күн тәрізді өрнектер жасалған. Бір-біріне қаптай салған қос күмбез ескерткіштің ұзақ сақталуына себепші болған. Күмбез тұғыры аршамен құрсауланып, тақталардан суағарлар жасалуы сол кездегі құрылыс өнерінің өте жоғары дәрежеде болғанын көрсетеді. Бабажы Қатун дейді, ол кісі осы Айшаның кіндік шешесі болған, кішкентайынан тәрбиелеген. Айша анамыз Зеңгі бабаның қызы болатын болса, ол Зеңгі бабаның жеңгесі болған. Сонда үлкен анасы болып тұр ғой. Сол кішкентайынан тәрбиелеген, ол кезде ананың балаға мейірімі түссе, ананың балаға еңбегі сіңсе, құрметті анаға Қатун деп атақ береді екен. Сол атаққа ие болған Бабажы Қатун анамыз сол кісіні дүниеден өлтіріп өткізіп алғаннан кейін, міне мен қызды өлтіріп алдым, еліме қалай барам, Қатун бола тұра деп, осы жерде қалып, өзінің өмірінің соңына дейін шырақшы болып, айнасын тазартып, Құранын оқып, өшеде еңбек еткен кісі. Ол кісі 107 жасқа келіп қайтыс болған. Кесене өзінің қос қисығы бар. 16 қабырғалы, шатыр төбелі, ерекшелігімен әйгілі. Шатырлы қабырғалы, жабуы орта ғасырлық сәулет өнерімен қазіргі заманғы кесенелердің ешбірінде жоқ. Ондағы эпиграфиялық айшық мұнда жерленген әйелдің аты жөнін келер ұрпаққа жеткізіп отыр. Тарихын тәспіди тізген, өркениеті өрісті, мәдениеті толысты, бүгіні берекелі, келешегі кемел, Жамбыл ауданына арналған шығарылымымыз осымен тәмам. Жақсы күнде жүздескенше аман сау болыңыздар ағайын.